Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, көрермендер. Бүгін математика сабағын 5-ші класстан бастап 11-ші жасқа дейін күніге бір сабақтан өтуді жоспарлап отырмыз. Енді осы ісімізді аяғына дейін жеткізуді Алла нәсіп етсін. Бірінші тақырыбымызды сонау сандардан, цифрлардан бастайық. Сосын ары қарай жайлап кете берерміз. Так, мысалға бірінші тақырыбымыз цифрға арнайық. Цифр деген кейбіреулер санмен шатыстырып жатады. Цифр деп отқанымыз, яғни 10 цифр бар, 0-ден бастап 9-ға дейін. 0, 1, 2, 3 деп. Міне, осындай бізде 10 цифр бар. Осы 10 цифрдан кез келген сандарды құрастыруға болады. Осының ішінде 100-іңіз де бар, 500-іңіз де бар деп бүкіл сандарды шығара беруге болады. Бұл цифр. Енді сандарға көшетін болсақ, сандарды жалпы екі түрге ажыратып қарастыруымызға болады. Жұп және тақ деп. Жұп және тақ. Енді жұп сандарға қандай сандар жатады? Мысалы, қандай сан білеміз, соның барлығын жұп тақ деп бөле беруге болады. Мысалы, 1-ден бастап шексіздікке дейін сандарды көз алдыңызға елестетіңіз, соның бәрі 2-ге бөледі, жұп және тақ болып. Енді 2-ге бөлетін сандардың барлығын жұп дейміз, ал 2-ге бөлінбейтін сандарды тақ дейміз. Енді кейде практикада кездеседі, 2-ге бөлінетін сандарды ажырата алмайтын балдар да болады. Ондай балдар болатын болса, санның ең соңғы цифрына қарайсыңдар ғой. Мысалы, бір сандар келіп тұр, ең соңғы цифры 0 болса, 2-мен аяқталса, 4-пен, 6-мен, 8-бен аяқталса, бұлар бұл жұп сан деп елестетеміз. Мысалға, 560, 942, соңғы сандар 0, 2 болып тұр, көрдіңіздер ме? 2564, мысалы, соңғы сан 4 болды. Яғни, осылардың барын жұп сан деп елестетеміз. Ал керісінше, ең соңғы цифры 1, 3, 5, 7, 9 деген сандармен аяқталса, онда бұларды біз тақ сандар деп айтамыз. Мысал ретінде 23, 465, мысалға 8241, мысалы соңғы цифрлар көрдіңіздер ғой, 1, 5, 3 деген цифрлармен аяқталып тұр. Бұлар тақ деп ажыратамыз. Ал негізі ережесі бойынша жұп сандар олар 2-ге бөлінетін сандар. 2-ге бөлінетін сандар жұп дейміз, ал 2-ге бөлінбейтіндерді тақ деп айтамыз. Бұл жаңа айтып отқанымда, егер 2-ге бөлуге қиналатын болсаңыздар, осылай ережемен жаттауға болады. Соңғы цифрлар 0, 2, 4, 6, 8 болса, онда олар жұп сан. Және келесі енді сандарды бөлінгіштігіне байланысты. Бөлінгіштігіне байланысты тағы 2 топқа бөлуге болады. Бөлінгіштігіне байланысты. Жай сандар және құрама сандар деп. Жай сандар және құрама сандар деп 2 топқа бөлуге болады. Енді, мысалы, оң жақтарыңызда кесте тұр. Мысалы, 1-ден бастап 100-ге дейінгі сандар жазып тұр. Осының ішінде жай сандар да бар, құрама сандар да бар. Енді жай сан мен құрама сан деген не ол? Бөлінгіштігіне байланысты бөлінеді бол. Түсінесіздер ғой? Бастапқыда сандарды тек жұп тақ деп бөлдім ғой. Енді бөлінгіштігіне байланысты. Бөлінгіш деп отқанымыз, яғни мысалға кез келген санды алайық, мысалға 55. 55 деген сан, мысалға 5-ге бөлінеді, 11-ге бөлінеді. Мысалы, 55 деген сан 5-ге бөлінеді, 11-ге бөлінеді деген. Сондай бөлінгіштігіне байланысты ажыратылатын сандар. Жай және құрама ол. Енді жайдың құрамына қандай сандар кіреді? Ода тек 2 ғана бөлгіші болу керек. 2 бөлгіші болу керек. 2 бөлгіші болса, жай сан құрамына кіреді. Мысалға, ең кішкентай жай сан ол 2 болып есептеледі. Себебі 2 деген сан 2-ге де бөлінеді, және 1-ге де бөлінеді. Басқа ешқандай санға бөлінбейді. 2-ні 2-ге бөлуге болады, немесе 1-ге бөлуге болады. Яғни жай санның ең кішкентай саны 2-ден басталады екен. 2 нарға кете береді. 3 те солай. 3-ті 3-ге бөлуге болады, және 1-ге бөлуге болады. 2 ғана бөлгіші бар. 2, 3, 5, 7, 11, 13 деген сандардың барлығы
ешқандай санға бөлінбейді, тек өзіне ғана бөлінеді, сосын бірге ғана бөлінеді. Міне осындай сандарды біз жай сандар дейміз. Ал керісінше үш бөлгіші немесе одан көп деп қояйын. Үш бөлгіші немесе көп деп қояйын. Үштен басталады, шексіз кете беретін болса, бөлгіштері 3 бөлгіші, 4, 5 бөлгіші болса, оны біз құрама сандар дейміз. Яғни 4 деген санға қарайтын болсақ, 4-ті мысалы 4-ге бөлуге болады, 1-ге бөлуге болады, және 2-ге де бөлуге болады. 3 бөлгіші бар, көрдіңіздер ме? Мұнда құрама санның ең кішкентайы 4 болады екен. Және келесі 6, мысалы 6 2-ге бөлінеді, 3-ге бөлінеді. Жалпы кез келген санның өзіне және 1-ге болып бөлінеді міндетті түрде. Тағы да қосымша бір сан табылса, мысалы 6 деген 6-ға 1-ге міндетті түрде бөлінеді. Сосын 2-ге 3-ге қатты тағы да бөлініп тұр, 6 болады. Түсінікті деп ойлаймын. 8, 9, 10 деген сандардың барлығы 12, 15 кете беретін осылай. Яғни бұлар бір санға 3 бөлгіші немесе одан да көп бөлгіштері бар деген сөз. Сонымен сандарды бөлгіштігіне байланысты жай және құрама деп бөлдік. Мысалы, жазып отқан сандардың ішінде қарап отырсаңыздар бір сан қалып қойды. Алғашқы 1 деген сан қалып қойды міне. Ол жайдың ішінде де жазған жоқпыз, құраманың ішінде де жазған жоқпыз. Жайларды 2-ден бастап кеттік, құрамаларды 4-тен бастап кеттік. 1 деген сан қалып қойды. Ал 1 деген сан ол жайға да, құрамаға да кірмейді. Себебі жай сандардың құрамына кіру үшін 2 бөлгіші болу керек. Құрама сандардың құрамына кіру үшін 3 немесе одан да көп бөлгіші болу керек. Ал 1-дің тек қана бір-ақ қана бөлгіші ол өзіне ғана бөлінеді. Ол 1-ді 1-ге ғана бөлуге болады. Басқа ештеңеге бөле алмаймыз. Сондықтан жайға да, құрамаға да кіре алмайды. Оны бөлек қарастырады. Сонымен сандарды бөлгіштігіне байланысты 3 топқа бөлдік. Жай сандар, құрама сандар және 1-дің өзі. Ендігі осы айтқан кішігірім тақырыбымызға байланысты мына кестедегі есептердің ішінен жай сандарды домалатып шығуларыңыз керек. Мысалы 2, 3-ті домалаттым, міне 5, 7 деп. Келесі сандай міне 11 деп. Осылай 100-ге дейінгі сандарды домалатып шығуларыңыз керек. Ішінде қайсы сандарды жай деп ойлайсыздар? Яғни айттым, жай сандар болу үшін өзіне және 1-ге бөліну керек деп. Сол жай сандарды міне домалатып шығамыз. 20-ға дейін көрсетіп берейін, 19. Қалғанын өздеріңіз жасап шығасыздар. Бірінші сабағымыз осымен аяқтайық. Назарларыңызға рахмет.